Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай шойын қазанды үй жағдайында ешқандай қиындықсыз тез тазалаудың жолымен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаймыз. Міне бұл менің қазаным, яғни осы экспериментті жүргізбес бұрын түсірілген сурет. Бұған дейін әртүрлі химиялық заттармен жуып көрдім, бірақ ешқандай пайда болған жоқ. Және бұл экспериментті мен алғашқы рет жасадым және өте сәтті болып шықты. Ең алдымен қазанға, міндетті түрде үлкен қазанға осылай су құйып, оны қайнатамыз. Содан соң кір сабынды ұсақ бөлшектерге бөліп, осы қайнап тұрған суымыздың үстінен саламыз. Содан соң мен осындай ас содасын салдым, яғни ас содасынан 8 қасық салдым. Және 8 қасық осындай детский порошоктан салдым. Негізі порошок міндетті емес, әртүрлі порошок қолдана беруге болады. Бірақ мен осы порошокты қолданғанды жөн көрдім. Және 4 қасық сұйық май құямыз. Енді осы қайнап тұрған суымызға мінекей қазанымызды салып, орташа отқа қойып, қазанды 2,5 сағат қайнаттым. 2,5 сағаттан кейін алып қарасам, осындай нәтиже болып тұр. Мен өте шок болдым. Сонша қатпар майлары бірден төгіліп түскен ғой 2,5 сағатта. Тек қана жоғарғы жағында тағы да кішкене түсу керек екен, сондықтан тағы да жарты сағатқа қайнатуға қойып қойдым. Жарты сағат өткен соң қазанды алып, осылай тап-таза етіп жуып алдым. Негізі бұл өте ескі, ауыр шойын қазан. Міне көріп тұрғандарыңыздай осы жерлерінде краскалары ұшқан. Бірақ нәтижесі өте ойдағыдай болып шықты. Егер сіздерде де осындай шойын қазандар болса, дәл осы мен жасаған экспериментті қайталап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Алдағы уақытта да осындай қызықты эксперименттермен, дәмді рецепттермен бөлісемін.